Қазақстандағы ең ірі мұнай өндіруші компаниялардың бірі NCOC, әлемдегі көптеген компанияларды тығырыққа тіреген коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу үшін өзіндік алдын алу амалдарын қолға алды. Компания адамдардың денсаулығын, қауіпсіздігін және әл-ауқатын бірінші кезектегі құндылық деп біледі. Наурыз айында NCOC қызметкерлерінің басым бөлігі қашықтықтан жұмыс істеуге көшірілді. Бұл ретте жұмыс тиімділігінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету және қызметкерлердің еңбек сүйіспеншілігіне сызат түспеу үшін компания оларға жан-жақты көмек көрсетіп келеді. Компанияға қарасты өндірістік нысандар түгелдей жаңа қалып шартында барлық талапты ескеретін қатаң ережеге сүйеніп жұмыс істейді. Өндірістік персонал медициналық тексерістен өтіп 10-14 күндік карантинді өткеннен кейін ғана нысанға кіре алады. Қызметкерлердің өндіріс алаңына кіруін жіті қадағалау арқылы жобаның іркіліссіз жұмысы қамтамасыз етіліп, вирустың таралуына жол берілмейді. Пандемия салдарынан туындаған қиындықтарға байланысты NCOC елдегі компаниялардың ішінде алғашқылардың бірі боп, жергілікті жұртшылыққа көмек көрсете бастады. Өңірде денсаулық сақтау саласын қолдау мақсатында NCOC Атырау мен Маңғыстау облыстарындағы ауруханаларға құны 3 миллиардтан астам теңгені құрайтын өмірлік маңызы бар жабдықтарды, атап айтқанда өкпені жасанды желдетудің заманауи аппараттарын, жедел жәрдем көліктерін, көп функциялы кереуеттерді, медициналық персоналға арналған жеке қорғану құралдарын және басқа да керек жарақты жеткізді. Аталғандарға қоса жергілікті медқызметкерлерге консультациялық көмек көрсету мақсатында компания шетелдік сарапшыларды шақырту бастамаларына қолдау көрсетті. Компания сонымен қатар балалардың қашықтықтан оқуын ұйымдастыру мақсатында 1200 компьютер тарту етті. NCOC компаниясындағы қызметкерлер де шет қалмады. Олар Атырау мен Маңғыстау облыстарындағы көмекке зәру отбасыларға көмек болсын деп қаржы жинады. NCOC пандемиямен күресте өңірге қолдау көрсетуін жалғастырып келеді. Және осынау қиын-қыстау кезде көмек қолын созу компания үшін айрықша маңызды.